Валима Алланың қасындағы ең жаман тамақ дейді, тағам, ас. Ол тойға қойылған ас дейді, қараңыздар. Қандай тойға енді анықтап алайық осы жерде. Юдға лаха әл-ағния, байлар шақырылады да, ютракул фуқарау, пақырлар шақырылмай қойылады дейді. Сонда үлкен ас жасап атқан, той жасап атқан кезінде егер о жерде міскіндер отырмаса, біз пайғамбарымызды сүйеміз бе, сүймейміз бе? Ұят қой, оларды қайтып әкелеміз десек біз. Ол не ұят ол? Ол иманның ұяты емес ол. Ол басқа бір ұят, шайтан салып атқанда. Сондықтан тойыңыздың өзі құлшылық болу үшін үлкен бір ас беріп атқан кезде пақырлар міндетті түрде жерде болу керек. Жетімдер жерде міндетті түрде болу керек, егер Алла тағала разы болсын десеңіз. Әйтпесе олар шақырылмаса о жерге, құрбайлар жиналса, асылы өзі тамақ кімге беріледі? Қарны ашқа беріледі. Дұрыс жей алмай жүрген адамға